Бүгінгі жиын 1975 жылы Мұхтар Әуезов орта мектебін бітірген түлектердің 50 жылдық кездесу кеш айналайын. Бүгінгі жиынымыз мынау, сол уақытта бірге бітірген қыз жігіттер бар, арамыздан өтіп кеткен, дүниеден өтіп кеткен. Ол қыздарымызға соларды еске алып, Құран оқыту, соған Құран бағыштау. Жалбы ас беру ғой, ас беру өнім. Tağın eşkisi var hele. Onu mu? Tek ortaşlarımızda kullanmışlar. Bunlar bu işler. Ağzımızı tek karşılıkta kullanmışlar. Ha niyetler. Şahırsızda şahırmaz. Dönmediğinden çıkar sayılır bir adam. Neydi? Yok oturabilir mi? Ana da satıyor ki Ayırmışlar. Şaballıkты ыстаттаңыздар, барша игамандарыңыздар, Алланың разы үшін өзі қабылдағайын. Сонау бір жылдары мектеп табалдырығын аттап, тарылдай болып, кіріп талдай болып шыққан 1975 жылы Өзбекстанның Қырғызстан атындағы Совхоз орталығындағы мектепті бітіруші түлектер биылғы жылы мінекей 50 жыл болып отыр екен сіздердің мектеп бітіргендеріңізге. Ал енді қадірлі ағайын, Абай атамыз айтқандай, дүние үлкен жер, замана соққан жел, алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер, кезегі мен өлілер баяғыдай көрінер дегенде, қадірлі ағайын, осы 50 жылдың ішінде қаншама ұстаздарыңыз бақилық болды, бірге оқыған, бірге жүрген кластастарыңыз, өмірдің өткендері бар, өйткені бұл өмір жалған өмір. Құрметті көпшілік, тал бесікке тиген арқаңның
ертеңге желбеске тиері хақ. Бірақ шамалы өкініш бар, өйткені осылай қастарыңызда қатар жүре болмас па деген. Бірақ дегенмен біз өмірдің жалғандығын мойындауға тиістіміз. Ол мойындаудың бір парасы осы. Мінекей өмірден өткен ұстаздарға, өмірден өткен кластастарыңызға, құрбы достарыңызға арнайы ас беріп дұға бағыштап отырсыздар, қадірлі ағайын. Сол асқа жиналып отырсыздар, қадірлі көпшілік. Ал енді пендеміз сиынатын бір Аллаға берерсің аманатты сұралғанда, қамшының сабындай ақ десек дағы қызыққа тоймас пенде бұл жалғанда, өмірден өткендермен тірілердің арасы жалғаушы деп құранған деп ағайын. Сол айтқанда мінекей әуелі астың басы ауминді батамен, содан кейін құранмен ары қарай жалғасын табады. Ендеше сақалдарын ау, Ыбырахым ақсақалымыз отыр, үлкен ақсақал тағы бата беретін, содан кейін құранға кезек бере қадірлі ағайын. Кәні, бата аумин ақсақал. Бата бересіз, ажағызда отырып бере беріңіз. Ассаламу алейкум. Мына нелердің оқушылардың елу болғанына жиналып отырмыз. Рахмет айналайындар. Осындай қауіпсіздіктерін ары қарай жалғасып Құда қаласа бір-бірлерінің тойларына, нелеріне қатынасып, араласып жүріңдер. Амин. Мынақта келіндер отыр, қыздарым отыр. Осы да әшемен жеңгелер жоқ шығар енді мен жасымнан кеп тұрған шай жоқ шығар. Ал енді бір бата берейін жеңгелер. Я Құдайым оңдасын, әулие пірлер қолдасын. Отбасыларында шырақтармен жамандық болмасын. Алла бақ берсін, әбір абырой берсін. Жүздеріңді жарық, мәртебелеріңді биік қып, ырысқын несібелеріңді молынан берсін. Отбасыларының берекесін беріп, ауыз бірлік ынтымақ тыныштық берсін. Ырысқын несібелеріңді молынан беріп, отбасыларының жанбастарының, малбастарының, дастархандарының, диқаншылықтарының, барлық кәсіптерінің, барлық тіршіліктерінің Алла берекесін берсін. Отбасыларында тек осындай қуаныш, жақсылық, тойлар болсын Құда қаласа. Сонымен тойдан тойға жалғасып, ауыз бірліктерін неғып, Құда қаласа осы біраз жаңағыдегі кластастарымыз дүниеде өткен екен, Алла иманын берсін. Мына халқындарың төрт көзін түгел 75 жылдың бір тойланды Құда қаласа. Рахмет айналайын. Құранды оқи бересің. Құран оқи бересің. Қорытынды Құран емес қой. Қорытынды Құранды аяғында оқимыз ба? Қанша оқысаң сонша пайда оқимыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبي كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا سباتا وجعلنا لها لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأكل أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ترابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذب بآياتنا كذابا فكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء سبح رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن مره لنا منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدم يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم بلغ ثوابا وخرجنا الوسيلة إلا به سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم إلا بها أولاد الصلاة أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللشهداء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورفع درجات منزول البركات خاضع الحاجات ولي الحسنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا الله يا الله rahmetli ve çoktan barham ansen alemine selam Allah. Bir özüne candan, bir özüne sinan, bir özüne kuzulatan, bir özüne bildiğimiz. Kıyamet gününün emrisi özüsün ya Allah bizden böyle bilip durur olsun. Ya Allah kulunda geçsin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinde geçsin. Ya Allah kırbedelerimiz mir, şahvat, niyetler, lider nasip etsin. Ya Allah bir hemen amaçlarında, niyetler, kabiliyet sağlıkları nasip et. Özünün Rahman nasip et ya Allah. Ya Allah özünün Rahman nasip et ya Allah özünün Rahman nasip et. İfadeke ve karamike ve rahmine amin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rabbine yazanda baksam size arkadaşlar. Allah kabul etsin. Oldu. Siz kalaysanız solay. Alanı cemaat ettiğimiz Kuday Halasay'ın altlarınızdan aslandan alıp oturduğunuzda kadar görüştük. Evet, barşamızda da belirli kadarlarayın. Allah'ın özleri rast söz eşvaqta kalған olmaz. Көп kitap kendi Allah'dan onun törde Allah'ın tanıdığı söz ayırması deyip Allah'ımız aytқан, sol aytқанда hürmetli köpçülük. 4 kitaptın biri Kur'an bolатын bolsa, onun altında İncil, Tevrat, Zabur деген kitaplar bolsa 4 kitaptın biri bolsa bizim İsa Қазақтың боласына, İsa Müslümanның боласының еншісіне Kur'an деген қадірлағай. Сондықтан біз әрдайым өмірден өткендерді еске алып жүреміз. Бұл ата бабадан қалған дәстүр. Әр уақытты сыйлаймыз. Өмірден өткен жақын жуықтарымыздың өмірден өткен күні шамасы жерге тиген күн болмаса бір туған күн деген кезде аттарды атап міндетті түрде ұланасына ас бермесек те үйде отырып жеті көсемізді пісіріп дастарханның басында Құран оқу ол біздің қанымызға сіңген қасиет қағидаты. Ал енді оның басында мінекей бүгінгі күні сонау 75 жылы мектеп бітіріп өмірдің ар қиырына тағдыр талайымен жол тартып кеткен болсаңыздар, мінекей арадан жарқын асып өткенде келіп отырсыздар, Құдайға шүкір. Сондықтан мінекей арасында қадірлағайын. Өмірден өткен ұстаздар жайында, болмаса жаңағы құрбы құрдастар жайында бір-екі ауыз әңгіме айтамыз дейтін болсаңыздар, сіздерге біз сөз кезегін беріп дайындаймыз. Көп адамдар
түсінбей қалатын жағдай бар. Ол ас қой бұл. Неге сөйлейміз деп жатады. Жоқ олай емес. Біздің қазақ өмірдің жалғандығын түсіне білген. Бәріміздің қонақ екенімізді сезіне білген халық. Елге тұтқа болатын бір бидің болмаса бір батырдың үлкен адамдардың астары болған жағдайда жылдық астында бүкіл Иса қазақтың баласына сауын айтып, көкпарын беріп, палуан күресін беріп, ақындардың айтысын беріп жатқан ол тарихта бар дүние тарихтан. Сондықтан бұны оғаш санамаңыздар. Мүмкіндік болып жаңағыдай өздеріңіз ортасында ағай жайында, апай жайында естелік айтамын дейтін болсаңыздар, құрбы достарыңыз жайында бір-екі ауыз әңгіме айтамыз дейтін болсаңыздар, міне алдарыңызда тұрмысыңыз айташық. Алдыңызда мені алып отырыңыздар, қадірлі көпшілік. Сөз сөйлеймін дейтін болсаңыздар, сөз беруге дайынбыз ағайын. Мектептің бел ортасына келгенде Өзбекстанға өттіңіздер. Осы өмірдегі мақталы үш аудан. Ол да әлгі бір ана Хрущев дегеннің солақай саясаттың кесірі болды. 100% қазақ мекендеген жердің барлығы Өзбекстанға барады. Ал енді Кеңес одағының құрамында ел болған деген оған ешкім қарсы келмеді. Өзбек пен қазақ бірдің ұстан еліміз өлді. Бірақ бәрібір туған жерден тұрған жер қазақтың жері, қазақтың жері. Содан кейін Қонаевтың үлкен таланттылығының арқасында қайтадан Қазақстанға барамыздар. Одан кейін мемлекетімізге қарап атамекені қалыпты. Оның тарихы солай болу керек дейміз. Ал енді сол өткен өмір жайында бір-екі ауыз әңгіме айтамыз дейтін болсаңыздар, есен алып деген ағамыз өкілін көрсетейсің. Тарихай оқымыздарына ал тарихы бір-екі ауыз әңгіме айтып жүрміз. Шамал салдыздар. Көпшілік тілектерін қалуы орын. Наргизді қой болсын, тек қуанышта келіңіздер, елдеріңіз сау болсын. Бәрекелді, рахмет. Көпшілік бұндай жерде шамалы сол апайға бір сөз берсек деген ойда отырмыз. Аманжай апайға бір-екі ауыз әңгіме айтыңыз апай. Міне. Ажар өзі айтады. Нелерім қағыл болсын, әрі құтты болсын жаным. Елдерім сау болсын, бала-шағаларың аман болсын, дүниеден өтіп кеткендердің бәрін иманын берсін, топырақтары қорға болсын, артындағы бала-шағалары аман болсын, елдері сау болып жүре берсін. Мына осы той беріп, Құдайым беріп жатқан балаларымызға көп рахмет. Дүниеден өткен ағайларын еске алып жатқандарына көп рахмет. Көтөгөлерің көп болсын, елдерің сау болсын, бала-шағалары аман болсын. Балаларға тілейтінім тілектері саулық, аманшылық тілеймін. Оларыңды ұяға, қыздарыңды ұяға қондыра беріңдер. Біз қырақтек немелерден төбелі сүйіп, шағып жүре берген айналайын. Құдайларың қабыл болсын, тойларыңда қосып жатқан құтты болсын. Құдайларыңда жүр тойларыңда тойлап жүре беріңдер. Бала-шағаларың аман болсын жаным. Аман болыңдар. Тіптері бір болсын, шағаларың мың болсын. Өсе беріңдер, мен жолдарым сендерге бере берсін. Аман болыңдар жаным. Онда ұяға қондырма, қыздарда ұяға қондырма. Олардан енді көбірі, қыздарда көбірі сүй болсын. Құдайға мұнарға шүкір, Құдайдың келгені. Şanını görmеген көріп жатырмын. Şanını қашқан жері жайлы болсын, топтары торқамасын. Осы тоғын бауындардың ішінде қайындарым, қайнағаларым кеткен. Бәрінде топтары торқа болсын, жатқан жерлері жайлы болсын. Аттарына, бала-шағаларына тілекті болып кете берсін. Аман болыңдар. Бәріңіз бұлар елдеріңіз сау болсын, балаларымның. Ұрпақтарың көбейе берсін, елдерің сау болсын. Аман есен садақаларыңды, тойларыңды, аман есен көткізе беріңдер. Тойларың тойласа берсін. Міне апай рахмет көріп жасаңыз. Ол кісінің жұбай тыныш жетекші болғанда сіздерге? Бәрекелді, рахмет. Міне апай рахмет көріп жасаңыз. Сіздің жолыңызды бере берсін. Жолын бере берсін осы сіздерге. Мен адам қазір жас 94-ке келді. Ойшыл деген сатымызға отыр. Кеше 109-ші шөбересін көрді.
бір апта болды. Сағадат деген Қазақстан Республикасының ең алғашқы қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетов деген кісі болған, сол кісінің атын қойды. 108-ші немересі шөбересі менің немерем еді, содан кейін 109-ші немересі көрді кеше. Әнім үшінші көрейді. 94 жаста қоңыратымызда. Иығына орамал жапсам, көйлек жапсам, әй, неге әкелдің, маған неғыласың деп, сөйтіп отырса жаға берді, жайлап қасына қойып қойды. Соған мәз боламыз, анамыздың барына шүкір. Ақыл-есі бүтін, Құдайға шүкір, жағдайы өте жақсы, Көксудегі совхозда қолында келін бар, үлкен келін, олар да келін сұрып қалды. Бұл да өмір ғой, бұл өмірдің сақтығы. Апайдың сөзіне қарап, Тамаша апайдың сөзіне қарап риза болып отыр. Бәріңізге де сол кісілердің жолын бере берсін. Аман болыңыздар, денleriniz sağ olmasın мінекей. Алдарыңызға ас келіп жатыр қадірін ағайын. Бір-екі ауыз әңгіме айтамыз енді болсаңыздар, аға кластастардың ағайын. Енді жаңа кластастардың ағайындардың аттан аталма демеңіздер, ол қорытынды ас қайнатың кезде бәрі аталады. Қалай, балдар жақсы ма? Бәрекелді. Ортамызда Сәуле апайымыз бар екен. Тіл әдебиеттен берген Сәуле апай. Бір-екі ауыз әңгіме өзіңіздің болсын мінекей. География берді, география. Құрметті менің шәкірттерім, 50 жылдық кездесуге жиналған барлығына сәлем бердім. 50 жыл деген жарты ғасыр деген сөз ғой. 50 жылда елде жерде өзгереді. Мынау 50 жылдық кездесуді ұйымдастырып, өмірден өткен құрдастарға, өмірден өткен ұстаздарға арнап Құран оқытайық деп дастархан жай құрметтеп еске алып жатқандарға рахмет айтамын. Өмірде еш нәрсе мәңгілік емес. Мына Мұқағали Мақатаев айтқандай, пай өмір өтесің ау бір күні. Болмағандай жүрмегендей сенде біз кетеміз ау, әй кетеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кету үшін келгенбіз дегендей. Өмірде еш нәрсе мәңгілік емес. Міне сол өмірден өткен ұстаздар мен құрдастарға арнап жайылған ақ дастархан ниеттерім қабыл болсын. Өмірлерім ұзақ болсын. Бәрінде қазір бір кезде олжыға жігіт пен қыз болсаңдар, бұл күні осы 50 жылға дейін әже болып, ата болып, ұлды қияға, қызды қияға қондырған ата мен әжелер болып отырсыңдар. Енді болашақта сол өсіріп жатқан немерелердің, шөберелердің қызығын көруге. Мынау өмірде ең басты нәрсе, ең қымбат нәрсе ақша, дүние, байлық емес, атақ емес. Өмірдегі қымбат нәрсе жақсы тілек, ниет, бата екен. Міне осы ниеттерім қабыл болсын, тілектерім қабыл болсын. Әрқашанда жақсы бата менен жақсы істер мол болсын. Жақсылықта жолығайық. Аман болыңдар, сау болыңдар. Рахмет. Кезегі келіп кеттерде келмес сапарға хабарсыз ізсіз қалмаса екен жоқтаусызда армандайтын Береке Құдайға шын артында іздейтін жоқтаушылар бар екен. Сіздер ұстаздарыңыз ба, қатар құрбыларыңыз ба, әруақ разы болсын. Осы бір шақты күн болды. Алматыға бар, алдымен Кеңсайда, Мұқағалидың басына бар, Рамбақштар, содан кейін арада 350 шақырым жерде Қарасаз деген ауылда бар. Елін көріп, жерін көріп, Мұқағалидың көшесімен жүріп, Мұқағалидың мұражайында 2 сағаттай жүріп, арада өзіміздің тағдыр парызын өтіп қайтып қадірледі. Бар жол 45 өмір жүрген адам, сол Қарасаздың бір жағында Елшембүйрек деген тауы бар екен, бір жағында Кереге тауы бар екен. Екі тау бір-бірімен жалғасып бардым, Тянь-Шань болса деген. Сондай жердің жаңа деген ондай жерде тұрып ақын болмауы мүмкін емес.
Bereket buraya aman bolыңыздар, әдебиетте берген апайларсыз көрдіңіздер ме қандай керемет. Сондай біз болақ ақынның өлеңін оқып алдарыңызда ақыл еңбектеп жатыр қадірін көрсетіп. Алдарыңызда дәмден алып отырыңыздар. Sen aday varsınız ha? Yürüyüşü konaklar, ağımızın jigitleri, kızlarımız, neylerimiz kutlu olsun yürüyüşü кездесулерimiz. Sizlerge yürüyüşü кездесу kızlarla geçtim. Öte bir tamaşa almalar mынау Құран оқытып жаңағы өлгіза болмай тірі қоймай дейді ғой. Өте тамаша нәрсе өткізіп жатқан нәрселеріміз. Енді мына жерде бір сөз білгенде не айтарым мынау сіздерге 50 жыл болса, мен бітіргеніме 7 жыл болыпты. 50 жыл кездесуге мен де бардым деген. Мынау осындай уақытта бір ұстаз болғанға бір ақында дегенсің өзің кеше ғана 88-дің 20 жылдығына бардық. Бүгін 50 жылдыққа келіп отырмыз. Ары күні тағы да 50 жылдыққа барамыз, одан кейін 45 жылдыққа барамыз, сыйлап жатыр ұстаз болғаннан кейін. Иә, жолымыз көп жатыр, подарка деген көп. Енді ана орысшасын ертең кешірді айтамын, қазірше қазақша сөйлей берейін. Жаңа бәріміз біреулер танысақ, біреулер танымай жатырмыз. Ауылдың балаларында базарбай күндерді бәрін танып жатырмыз. Қыздарды танып жатырмыз бәрін. Енді сіздерге бәріміз немере болып болған шығарсыздар, келін алып, жаңағы қыз ұзатып дегендей орналасып алған шығарсыздар. Мен негізі бұл басқа онша көп сабақ бермеген, бірақ ағайдың орнына берген, Әсемай Алысының шағының орнына сабақ берген. Шағырғандарыңызға рахмет құрметке. Енді мен сіздерге тілегім бастарыңыздан ұшпайтын бақ келсін. Қастарыңызда еркелететін жарларыңыз болсын. Сандықтарыңызда гауһар алтын болмаса да таза еңбекпен баққан тәтті наным болсын. Тілегім осы сіздерге. Орысша сөйлеп жүрміз, ақын орысша. Рахмет. Мен енді ас десек те қайранда қайын шамалы бір әзілдеп отырғанымыз жақсы болар. Астарыңыздан дәмден алып отырыңыздар. Енді мінекей, сөйлеп. Қазақ тілді жігіт аға. Не дейміз ойлаймын, мынау амадалар айтып жатыр, ағайлар айтып жатыр. Мынау біз 1975 жылы Киров ауданы Өзбекстан қырғылғарындағы совхоз соның нөмір 4-ші бөлімшесінде Мұхтар Әуезов деген мектеп болған. Қазір енді ол мектеп мына заманауи неге айналып жаңадан мектеп салалды, бірақ атын Мұхтар Әуезов қоя алмай жатырмыз арасында. Біз былай қарасаңыздар, ана ғасырдан 25 жыл, мына ғасырдан 25 жыл, бір 50 жылдықты ұйымдастырар, 50 жыл өтті мектеп бітіргенімізге деп, бұл жерде мына жігіттердің, мына қыздардың, мына азаматтардың араласуынан осындай бір тірліктер, осындай мероприятие, осындай іс-шара болып жатыр айналайын. Міне рахмет сіздерге, жақсы тілектер айтып жатсыздар. Мына осынша 50 жылда бір 10 шақты қыз жігіттеріміз дүниеден өтіп кетті. Бүгінгі мақсат соларды бірінші еске алып, бір Құран оқытып, ас беріп, одан кейін жайлап ертеңнен бастап тойды бастасақ деген ниетіміз бар. Міне сіздерге абайларға рахмет. Бізді сыйлап келіп, әңгімелеріңізді айтып, тілектеріңізді айтып, осындағы жігіттерге, қыздарға рахмет. Осынша ат салысып, осынша тәрбиелеп, өзі 2 класста 38 бітірген екенбіз. 38 оқушы. Содан азыр 7-8 өтіп еді, дүниеде қараңызшы енді.
абайды қолдансам сіз кешірім алыңыз. Sizin terapişinizi көп жердеміз ғой. Расстав үшін терапиш әлі тамақтанып кәдімгі. Не дейміз біз сіздерге рахмет. Өткен істердің бәріне салауат. Қайтеміз дүние осындай дүние. Бір қоншақ жігіт өтіп кетті. Қыздар өтіп кеткен қандай. Бәрін азыр айтып атшағында атын атап Құран оқып, Құран баштаймыз Құда қаласа. Міне не дейміз, бәріңізге денсаулық тілеймін, аманшылық тілеймін. Сіздермен де осындай тойларда жолығып, Құда қаласа осы мынау астымыздың арт жағы тойға басып, тойларда кездесіп. Шақырсаңыздар, Зәуре, Мәскеуде шақырсаңдар барамыз, сен шақырсаң. Бақыл ма? Кім дейсің? Енді Зәуремен бірлесеміз Зұлпия. Зәуремен бірақ қоңсы болмамыз үйленмей. Зәуре, ұмытылмайды Зәуре. Сәсеп тұрғанбыз, сәсеп тұрғанбыз. Міне барлығыңызға не дейміз, денсаулық тілейміз, жақсы күндер тілейміз. Аманшылықта болайық, бар уақытта сіз біздесекте болайық. Бұл мына қамшының сабындай өмір екен ғой өмір. Яғындағы енді бәрімізде жас емеспіз ғой. Яқтағы өмірімізде араласып тұрайық. Тойларыңызға шақырыңыздар, қыз ұзатыңыздар, келін алыңыздар, немере сүйіңіздер. Соның барлық қызығына араласып тұрайық қызықтарына Құда қаласа. Өзі дүниенің қызығы келін алып, қыз ұзату, немере сүйу өмір. Енді бәріңіз соған Құда қаласа жетіп аласыздар. Соны жалғастырып, осы традицияның қияғына жалғастырып, тойға ұластырып, Құда қаласа кете берсек деген ниет бар. Феруза қалай қарайсың? Дұрыс па, дұрыс емес пе? Шынында айтып Ол тоқтамай деген ғой. Ал, енді ар нәрсенің қорытындысы болуға айналайын. Мына келіншек, Сырлыбайдың келіншегі, Орынбасаров Сырлыбай екеуміз 10 жыл партада бір өтірмек айналайын. Сырлыбай қандай жігіт еді? Ол жігіттің бөрісі десең одан бөрі еді ол. Рахмет саған, оны сыйлап, бізді сыйлап келіп отқанына. Тек қана сіздермен жақсы күндерде жолығайық. Біз өзі 2 класста 30, ол кісілерден 18, бізден 18. Бізде 6 бала 12 қыз еді. Ал оларда 8 бала 10 қыз. Көрдіңіз ба, сондай бітірмек. Бізді Қошимов Атақұл ақсақал біздің класс жетекшіміз. Ал ол кісілерде жаңа Қамажабай айтты ғой, Саманзаров кеңестеген ағайымыз олар. Физикадан береді. Қошимов Атақұл ақсақал математика, алгебрадан береді. Аманның әкесі деген, Аманның әкесі. Енді оның бәрі айта берсеңіз әңгіме көп. Ол мектепте де классада талай қызықтарымыз болған. Өңге приключение қызықта жүреміз енді, біз оны айта бермекші дейді. Ал, аман болыңыздар барлығыңыз. Осындай сіздермен осындай жақсы дастархандарда жолға берейік. Жақсы күндерде бірге болайық. Жақсы дастархандарда бірге болайық. Тойларда бірге болайық. Аман болайық, Құда қаласа міне. Тек сіздерге денсаулық тілеймін. Жақсы күнде араласып жүре берейік. Асырдың бір өлең болар деді, Ахмантик деген. Келіншек өзің айтып бересің ба, жоқ өзім айтып берейін ба? Кейлерге айтайын, жарай ма? Құдайын кетір болайық. Не дейміз мұны? Жақсы күндерде жолдайық, рахмет сіздерге. Сабақ оқымаған осында рахмет. Жаңағы Самарқандың базарында бір топ болып кездесіп қалып, Өзбектің 27 ауыл жеген екен дейді бірде. Өзбекпен бәстесіп қалып, диқан. Кім болады, нел боласың, Қоңыраттың қайсың топ болады. Топ болады кездесіп, мынау аш болады кездескенде қандай болатын жағдай деген екен. Сол айтқанда оқымаған сіз болады болса, базаға өте жақсы әңгіме айттыңыз ғой, жүйелі кәдімгі. Рахмет сізге. Ал енді қыздар жағынан бір-екі ауыз әңгіме айтамыз дейтін болсаңыздар мінекей. Береміз. Рахмет асаба. Міне қыздар, бүгінгі бас қосуымыздың себебі өмірден өткен қыздарымыз, балдарымыз, ағайларымыз бар екен.
солардың жұбайларын, апайларымыз келіп отыр, сіздерге көңіл айтамын. Иә, өмірден кіші нелеріміз, ұлдарымыз, қыздарымыз ерте кетті. Солар көрмеген қызықты, мына құрбыларымыз сіздер көре беріңіздер. Ол қыздардың рахатын көріңіздер. Мына апайларымыз жарқырап осындай болып жүре беріңіздер. Ағай көрмеген қызықты сіздер көріп, шөбере, немере көріп, ортамызда жүре беріңіздер, апайлар. Иә, мен мынау бүгінгі 50 жылдық ненің асын беріп отыр, қыздарымыз. Үшеуміз даусымызды жетеді. Мен ана рахметімді айтамын. Ағлия, Зүлпия, Базарбай, Ережеп, Қайрат, Шемей, Сейіткәрім, осылар ұйымдастырып осыншалық басымызды қосып, мына бүгінгі класстас ұл-қыздарымызға ас беріп отыр. Иә, қабыл болсын. Иә, жаңа құрбыларымыздың, балдарымыз жатқан жерлері жайлы болсын, ағайларымыздың. Иә, имандары серік болып, жандары жаннатта болсын. Иә, көп рахмет, қыздар, балдар. Былайша сөйлей берейінші. Иә, осыншалықты мені қыздарымызды, балдарымызды көріп дидарласып. Иә, өте қуаныштымын. Қыздар, балдар түгел болсын, бас қосқанымызға, апайларымызды көріп дидарласып отырмыз. Иә. Ағайларымыз баяғыда сабақ беріп, Ібін ағай бүйір өтіп, қандай керемет қызық уақыт еді. Міне сіздеріңізді қойып, бізде 70-ке ақылдап жетіп қалдық қой, сіздеріңіздерін қойып. Иә, еш уақытта жұмыс жазылмасын, қыздар, балдар. Еліміз сау болсын, бірінші байлық денсаулық. Елің сау болса, барлық жағдай болады. Жүресің, тұрасың, барлық жерге барасың. Құдайға шүкір дейік, осыншалық еліміз сау болып, бас қосып отырғанымызда 50 жылда. Бұл 50 жылда кім бар, кім жоқ, мұны жарты ғасыр. Құдайға шүкір, 38 жылда бір кездесіп едік. Міне Құдайға шүкір, 12 жыл артық тастап, тағы кездесіп отырмыз. Өте рахмет ұйымдасқан қыздарға, балдарға. Сіздің жоғалмасын, дендеріңіз сау болсын, апайлар, ағайлар. Иә, сол қыздарымыздың немере шөберенің қызығына тоймайсып жүре беріңіздер жарқырап ортамызда. Құда қаласа 60 жылдығымызда, 70 жылдық жасағында жүре беріңіздер ортамызда. Иә, мына өзімнің класстас құрба қыздарыма, мына кеше дүниеге өткен қыздарымыз, балдарымыздың жаңағы жолдастарына рахмет айналайын. Мені сыйлап келіп отырсыз, арамызда отырсыздар. Рахмет сіздерге. Денсаулық тілеймін, бірінші байлық. Өзім оқыған оқуды рахатын, қызығын көріңіздер. Сізіміз жоғалмасын. Деніміз сау болып, әрқашан ойнап күліп жүре берейік қыздар. Бүгінгі жаңа асымыз қабыл болсын. Иә, жарықтарға тие берсін. Құдай қаласа ертең тойымызды бастап, айны тойдан алдын ас береміз ғой, үйден яқтайды. Мені қыздарымыз, балдарымыз бастап өте керемет жасап отыр екен. Қабыл болсын бүгін Құдайымыз. Иә, асаба сізге рахмет. Шаршамай, иә, бізбен бірге тұрғаныңызға рахмет. Рахмет, балдар. Алып ішіп отырыңыздар, қыздар, балдар. Салауаттан айта отырыңыз еді. Барлық мұрзай айтуын қажеті жоқ, бірақ дегенмен осы үйде келіп бір ауыз ағалық кейліңіз айта тұрыңыз. Assalamu alaikum hürmetli canlarlar. Rahmanınıza olan selamına merhaba olsun. Harunatla bütün eminler kurucu yerimiz aramızda Allah Teala basın. Allah Teala rahmet edilsin. Mustafa Muhammed'in zırhlılara. O cemaatlerine koyuyorsun arkadaşlar. Amin. Burada sizlerin yaklaşık 80 yaşlarına kalır. Buna giyden köprü eve su oturunlar. Yaşlarına da. Buna kumaklarında bezine Mustafa'dan koyuyorlar, bir koyuyorlar, bir koyuyorlar, böyle var. Buna yastıkça öte kıyın, kızık şapka bulandı. Havayda açıp etti koy, yesinde verme, yaşkının, kökreğinin toluk basın boz. Kaykısın oysunmasın, kimli görsen bari dost. Mahabat kızın balından bak, boluşa dostlardan yumuşak, koğlak bulunmasın da kızık şap. Xudaya qayda soldular, mahabat kızın oldular. Ahirine kızın alçak, öte kurgular. Canlasın, boklaysın, sağlasın, yoklaysın, yok ketamay, toklaysın. Közüme jastıqlayışılar bir savrıqlayın. Abdülgapar. Abdülgapar mikrofonu. Burada yapıp dava jastıqlayışılar jetpey. Buna barlıqlarımız Başqası yok mu? Oğuzlarımız bitirmiş. Hadi nemiri Allah kuvaştan uzaktan suyundursun.
Kut bereke olsun, Kuda kalası, asmanımız azı zaman düşmesin. Bir. Ya ölüm kaybayıp benim oldu. Ama bakabat kızım oldu. Yesinde varma yaşının kökürün toluk basın dost. Hay kızın oysunmasın, kundi görsün dost. Mahabat kızın manmenbak olursa dostlar tutmuşağın konurak olurmasında kızışak. Kudaya ukayda sordular mahabat kızın mozdular. Ahırnaklı şeyin astabiyette korkular. Sağlasın yoklasın. Yesini çıkandı vermişler. Baştan kayıt baştan oldu ki. Yesinde varma yaşının kökürüğün toluk basın boş. Hay kızın oysunmasını kumdu görsün var dost. Mahabat kızın manmenbak olursa doktor tapmışağın konurak olurmasında kızışak. Kudaya kayda sordular mahabat kızın mozdular. Ahirahın şeyin astabiyette korkular. Sağlasın yoklasın, mahvet dost getirmesin, yoklasın. Gözüme jasmet kılışına bir sağlık kılayım. Jaral bana yürekte davarısına gidip doğa bir jas çatlı adam demeydi doğa kayınlar. Bunu ben sıratlarının baştan üstünden buna verdi. Atların ata olup, baba olup, buna acı olup buna kızlar bakar. Ülkenin korazlarının iyisi olsunlar, Allah sokaklarının uzağından sürdür şişiren. Aslanımız aşık olsun, zaman sürüş olsun, kuyruğun kızı toy olsun. Osman zamanla gittiğimiz gibi şurşuna bakayım. Yemeğini anla kulaklarınızı yerini söyleyip otururuz. Geçecek zaman sizi görülüyordur, bırakın çekilmesinde. O gözden bu da sütü aydıma kursancı koydamayın. Buna ben de hatalarını etmez söylüyor, soruyor. Bizim o sıcaksak tüzüldüm, ben peşlerini konuşak, ben bütün şurşuna versin. Amin. Aleyhinde ben de Osman'da gündastır. Biraz ekimde, vatan aralıkta. Eyvallah. Kur'an okuyunca vazifesi kulağına, sol duvarlar isteyen duvarlar kabul olup kulağına. Yana kalırsa zamın dertleri cenneti olup kulağına, aslanın aşk olsun. Konuşma sözler kulağına edin. Ustad yani burada, ustadın aksa, adanın aksa bir değil de İlkede ruhani ahem, akan anımatımızda, o adamın ruhani kaybediyorlar aynı. Sizlerin közlerinin açık, olsa zamana getirin, olsa savatlı ol, bakınız, baklarınızı izdirip öpüzler. Ya, böyle bu aspaçlar var uzağından bunu mesela yapayım. Şahsen selametler olurlar. Toy koymaz, toy kazanmaz, öyle koydu bir ekmeği. Al bakalım. Kızım, salpetle geçiniz mi? Salpet. Rahmet. Salpet mi aşağı şeydi. Vay rahmet. Abi koldan gelecek ya buraya. Ben bilmeyeyim ne olur. Bir bak. Ben böyle oturuyorum. Ulan bir kafası değil. Patrix. DJ. Böyle fayda soğuklar, makabatınızın bozuklar. Ahır şeyin olmasına bir daha münasipler. Yani biraz sözünüzü çekin. Caray Bey. Anlarından aldığınızda kadını öpüşlük. Çaylarınız var mı? Kara şey yok. Kara şey yok mu? Sen verdin. Allah'ınızdan aslemden alıp oturunuzlar. Bazı gidebiliriz. Almatı'dan, Aslana'dan, Kızlar'dan gelen kişiler var. Soğuşlarına söz verse. Kızlar'dan Tuzla'ya verse, Şiye'de. Tilemetsin. Sondayım ben, sola gitsin dedim. Biz değerli mahkumu diyelim, birisi geldi.
Kızlarına yakınmış. Sonra da mesela öğretmesi Ya söyle bir ülken ağalar, yine bugün ülken ağalar gelip ortamıza aktivitelerini aytıp atıp keyiflerimiz kabul olsun. Allah sizlere kuvvet versin. Denizlik versin. Buna ulağatlı ustazlarım, ustazımızın bayları, o kişilere ustazımızın közündeyi, ya hoş geldinizler, sizlere de rahmet, aktivitelerimizi aydınlatsınlar, Allah kabul etsin aktivitelerimizi, ya sizlerin yollarınızı versin bizlere. Oldu yana kızı kıyara kondurup, ya ülkenin Arjavuzda ana bolup, şükür suyup oturgesler, ya arkadaşlar Allah sizlere denizlik versin, kuvvet versin, olsay şükürleri de kızgınlığı şükür suyuverinizler. Sizlerin yollarınızı birge versin. Bugün bizim şirikler, men kızlar 20 yıllık кездесуді ұйымдастырайық деп осыдан бері даярланып, осылай ұйымдастырып жатыр екен. Аллаға сансыз шүкірліктер осындай күндерге жеткізген сіздерді. Алдымызда ағаларымыз бар, ел басқарған, елдің ұйытқысы болып отырған, одан кейін апайлар, жеңгелер бар, барлықтарыңыз аман болыңыздар. Менің қыздарым, бірінші қазір енді балалардың бәрі садикке барады, білім алады, сауатын ашып барады мектепке. Біздің заманымызда садик деген болған жоқ, балабақша деген болған жоқ. Карандашты, ручканы қалай ұстауды да білмей, бірінші мектепке барғанбыз. Ондай жоқ қой, сөйлей бергенде сондай болып барғанбыз. Біздерді бірінші класста Төлепбек ағай сабақ берген, А деген әріптен бастап үйреткен, қолымызға карандашты қалай ұстауды да үйреткен. Жандар жанатта болсын, ол кісілердің еңбектері енді керемет. Мынау ұлағатты ұстаз дейді. Бұл кісілердің еңбектері керемет. Мына өмірден өткен ағайларымыз, өмірден өткен құрдастарымызға Алладан рахмет, пайғамбардан шапағат болсын, жандары жанатта болсын. О дүниеде жатқанда бүгін беріп жатқан астарымызды, құрандарымызды Алла қабыл етіп, барлығын ұрықтарыңызға болсын. Мына енді кластастарым, бүгін қош келдіңдер. Талай мектепті біткен көрмеген қыздарды, жігіттерді көріп жатырмыз, өте қуаныштымыз. Алла біздің баршамызға денсаулық берсін, өмір берсін. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, бір үйдің берекесі болып отырған қыздарымыз, берекесі де мерекесі болып отырған қыздар, мына бір үйдің ұйытқысы болып, шегесі болып, басшысы болып отырған жігіттер, барлықтарыңыз аман болсын, барлықтарыңызға Алла денсаулық берсін. Міне мынау ағайлардың, алдымыздағы ағалардың ағайлар жолын беріп, бізде бәріміз ұлды ұяға, қызды қияға отырып, немере сүйіп, шөбере сүйіп. Алла сондай жақсы күндерге жеткізсін. Аллаға бір сансыз шүкірліктер айтамыз. Осындай 50 жылдықты ұйымдастырып жатқан біздің мына жігіттер мен қыздарға рахмет. Аттарын атап қояйын. Мынау жолбарыстың жүрегін жұтқан менің құрдасым. Екеуміз бірге өсіп, бірге жүріп, бір аунап жатқанбыз Базарбай міне. Менің құрдасым ұйымдастырып жатыр. Ағылес міне, Зүлфия, одан кейін Шымкентбай бар, Сейіткәрім бар, Ережеп. Болды ма? Осы қыздар Қайрат бар. Енді бәрі ұйымдастырып жатыр, бәрі тілеулес болып жатыр. Барлықтарына рахмет, барлықтарының еңбектерінде Алла қабыл етіп жаңағы. Сондай жақсылықта, амандықта кездесейік, өкпе наз болмасын. Алла мына өмірден өткен класстарымыздың жаны жәннатта болсын. Енді мына оқылған Құран дұғалардың барлығын Алла қабыл етсін. Тойымыз той болмаса берсін. Тек қана тойда, жақсылықта, аманшылықта, күліп ойнап жарқырап осылай кездесе берейік. Мынау ұлдарын үйлендіріп жатқан қыздарым, ұлдарымды үйлендірсін, иманды, инабатты, ибалы келіндер нәсіп етсін. Қыздар тұрмысқа шығып жатқан қыздарымыз тұрмысқа шықсын. Сол қуаныштарымызды бір-бірімізге бөлісіп, тойда тек қана жақсылықта кездесе берейік. Аман болыңыздар. Ой, рахмет, айналайын,
Mına жерде ұстаз ғой, ұстаздар. Олайда біз осы асты ұйымдастырып жатқан уақытта осы тек ешкімді әйтеуір ренжітпесе, қапа қылмасақ, келіп ойнап, бірақ осы жақындап, әңгіме айтып, сөйтіп кетсе деген ниетпен істеу керек. Келіп өзіміз ұрып кетсе де өзін демей тұрамыз деп солай түйме. Сіздерге рахмет. Мына жерде біздің дарын мектебі бұл кісі үлкен мұғалім Ашырайдың кетіп тұрып қайдана. Ашырай, әлі тұр жоғын, сен оған ұстазсың ба? Расында, сенде бәрі жүрек болып көрді. Енде болып көрді болса, бәрі жүрек. Бір жақсы тілек айтшы, ұстазсың сен, оған ұстазсың. Сенің болмай көрмесеңіз, мен бір жағы жеңше боласың, жеңше білесің оны, бір тілек айтшы, жақсы ұстазсың ба? Жарайды, көмшәділер. Құдай болды ғой, сән ұнайсан қалмашын келсін. Өйткені тамада кісі айтты, кім сөйлейді, сөйлейді, барма дегеннен кейін мен шыққан едім. Ол программа. Менен бұл жерге сәл мен енді жаңағы жолдасым бастас болған сіздермен. Если бары бар, жоғы бар, өйткені 10-ші класты бірге бітірмеген, әйтеуір 7-ші класста ма, 13-ші класста кеткен, Өзбекстанға өтіп кеткен. Бірақ жігіттер, кластастары барлығымыз әйтеуір араласып, бірге тойларда бірге болып жүрген. Сондықтан мұны елеп шақырып жатыр ғой енді. Оның екен өзі келетін жер еді. Екі жыл болды. Дүниеден өтті. Бірақ мен енді шында жағымын ақсы айтып жатыр ғой енді. Мен жаңағы қызым қазір Америкада жаңағы күйеуі бала шағасы бәрі сояқта. Солар жаңағы шақырып виза алып сояққа кеткен жерім бар еді. Сейіткерімнен хабар келді. Міне осындай ұйымдастырып жатырмыз, Құдай істеп жатырмыз дегеннен кейін, онекенің суретін жіберіңіз дегеннен кейін енді ойбай жіберейін, суретін деп жібердім. Кейін енді суретін көрсетіп, ол кісіге Құранды ақшыратса менің бұл жерде болмағаным ыңғайсыз ғой. Содан кейін билетімді ауыстырдым. Бір 2 аптаға алдын ауыстырып, осы 24-іне Майамиден бері қарай ұшып, кеше түнде келдім осы. Содан кейін қызым сәлем айтып жатыр. Кластастарыма сәлем айтып жатыр. Оны айтайын дедім. Иә, мен де ұстаз болып істегенмін. 40 жыл ұстаз болдық. Құдайға шүкір әйтеуір басқардық. Мектептің әйтеуір бір жағын басқарып жүрдік. Сондықтан жаңағы өзім лебізімді айтайын, рахметімді айтайын дедім. Міне осы ғой мен енді. Ұйымдастырған болса да жігіттер, қыздар ұйымдастырғандарға, келіп отқан бәрі кластастарына бәріне рахмет айтамын. Әйтеуір елеп шақырып жатсыздар. Мына келіп отырмын. Сейіткерімге көбірек рахмет айтамын. Өйткені менімен қайта хабарласып, айтып жаңағы кел деп шақырып жатыр. Сол үшін сол рахметтерді айтайын деген ой. Ал енді не дейміз, мынау, иә, рас, бірінші ас берген дұрыс қой. Өйткені дүниеден өткендер бар. Ол кісілер елеп жүріп жатыр ғой енді. Қаласа жатқан жерлері жәннат болсын, алған жарқасын, иманды болып алған жарқасын. Енді қалғандарға өмір Алла Тағала өзі керек адамын алып кетеді екен. Бірақ қалғандар сіздер міне қалған кластастары, жолдастары аман есен жүре беріңіздер. Жаңа тамада айтып отыр ғой, 94-ке келді анам деп. 100-ге келе беріңіздер, арғап аса беріңіздер. Құдай қаласа шөбере шөпшек көре беріңіздер. Әрқайсыларыңыздың, перзенттеріңіздің жаңа үйлерінде бақытты болсын, бақытты отбасы бола берсін. Перзенттеріңіздің абыройы сіздерге абырой болып
келе берсін. Осы уақытқа дейін сіздердің абыройларыңыз, перзенттеріңізге абырой болса, ендігі жерде олардың абыройы сіздерге абырой болып, өстіп ойнап күліп, әдемі болып жүре беріңіздер. Ешқандай тойлардан қалмай дегендей. Құдай денсаулық берсін. Ең керегі денсаулық. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Өстіп ойнап күліп кездесіп жүре берейік. Енді мен айтайын дегенім сол, сіздер кешіріңіз. Енді мен дұрыс болмаған шығар. Дұрыс сенікі дұрыс емес, мен жерім жоқ. Рахмет жаным. Жақсы айналайын. Қазақ артында басқа білесіз бе жоқ? Ой, сен тоқта, мен өзі бір жақсы көретін келіншектер білетін соғыстың кемелі олай. Сүргенде де микрофонды беремін. Біз асылмен бірге түскенбіз жамалай. Асыл деген қандай жігіт еді? Жігіттің сұлтаны еді бүгін. Сенде арман жоқ, біздің асылмен өмір сүріп, асылдың қолынан ұстап біздің ауылға келгенді. Енді өмір сондай, ақыл солай. Бүгін жақсы тілек айтарсың. Мықты бол бірақ. Сен болса енді ұсап кетеді. Мен қанынан микрофон ұстап. Сұр орнына. Жақсы болды. Бәрі басының класстастарым. Рахмет сен. Келіп, осынша асқан қатысып. Жігіттеріміз балалардың азамат Өзіңнің қыздарын алып Ramlarımızda oturan Kur'anlarımızda Allah kabul etsin. Dinlerimiz sağ olsun. Olsun iyi nasıl kaygılarına koyarak Rabbim ona sürekli gönderlerimizden olsun. Kırkan yerlerde olsun. Allah'ın arkadaşlarına Allah buyurun gelsin. Size de her tarafınızda rahmet olsun. Араласып тойға шақырсаң барамыз. Жамалай тұржаймен жамалай. Бойды көрсетпей болсын, бойды көрсет жамалай. Жамалай да ұстаз, біздің Жамалай Жорайға. Бізде Тамада, бізде өзі өте жақсы оқыған 4 қыз бар еді. 4-інің бірі Жамалай. Жорайға Жамалай, Мырзаханова Перуза, Рүштенова Селеда, Сейдахметов Құттық деген қыздар бар. Бұл төртеуі сабақ айтсаңыз, абайда бірінші осы кісілерді шығарса, біз үндемей отырамыз бұл жоқ. Біз шығармай қояйық. Айналайын Жамалай. Жамалай қазір Жетісуда, Талдықорғаннан келіп жатыр. Жамалай бір жақсы сендер ұстазсың. Ұстаз болғанда, енді сен бірақ сол жақта тұрып, сол жақта тұрмыс құрып, елді сағынып, келіп бәрін ауылдың басымыз қосып тұрғанда жағдай бар. Бір жақсы тілек айтшы. Тема белгілі болды. Армысыздар, бармысыздар, ауылдың ақсақалдары, одан кейін міне класстастар, класстас жігіттердің асыл жарлары, міне бүгін Алланың қалауымен 50 жылдыққа келіп отырмыз. Ұстаздар, Сәуле апай, Жанат апай, Әсемай апай, Қамашай апай, міне қош келдіңіздер. Алланың қалауымен бүгін 50 жылдыққа келіп қалдық. Аллаға сансыз шүкіршілік айтамыз. Осындай 50 жылды көрсеткеніне, сіздерді көрсеткеніне Аллаға мыңда бір шүкір. 50 жылдығымыз абыроймен жақсы өтсін. Алла тағала осы жерде отырған барлық жақсы адамдарыма жақсы денсаулық берсін, күш қуат берсін. Бала шағаларыңыз аман болып, солардың қызығын көріп, аман сау шапқылап жүре беріңіздер, ауырмаңыздар. Жаман қасиет, жаман нәрсенің бәрі бізді айналып өтсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, тыныштық заман болсын.
алқа билер алқасына ұйымдастырушыларға көп рахмет. Бұндай тойды, бұндай жиынды ұйымдастыру оңай емес. Сіздерге көп рахмет. Ризамыз. Төрт көзіміз түгел. Тойларға бас қоса берейік. Тойымыз көп болсын. Рахмет барлықтарыңызға. Базеке, рахмет сізге. Қадірімді білетін елімнен айналайын, жерімнен айналайын. Көп рахмет. Рахмет көп жасаңыз. Тоқтатыңыз Базеке. Сіз жаңа төрт жақсы оқығаныз. Бірағынан ар жағында бойынша жақсы оқығандардан айқай естіп жатырсыз. Тыныштық керек. Бәрі жақсы оқығандар қойсын, ашып шынында. Қадірлі көпшілік рахмет. Мына өзі бір сонау Шардара Қазақстан елді мекенінен келіп отырған Сырлыбай ағамыздың келіншегі Әсемгүл деген апайымыз бар екен осы жерде. Әсемгүл апайым деген. Бір ауыз әңгімесі бар. Көпшілік қауым, бүгін мына елдіктарымыз болады екен. Менің жолдасым Сырлыбай өте жақсы деп мақтап отырсыздар ғой енді. Өмірден өтіп кеткеніне 20 жыл болды. Содан бері 7 баламен қалған едім. Соның бәрін өсіп, өндіріп, орнына қойылмайды. Мына классықтарына көп рахмет. Өткенде мен іздеп барып, ешқайсысын көрмеген көрмін сіздердің шайыстарыңызды. Мектепті бітіріп кетсе де, соны танысайын, білсейдір сіздерге келдім. Шақырғандарыңызға көп рахмет сіздерге. Мына қыздар, балдарына, мына келіншектерге, жаңа сөйлеген үлкен кісілерге, апайларға барлықтарыңызға рахмет. 50 жылда бір ғасыр ғой бір адамның жасы. Осылай жылдық, 60 жылдық, 70-жылдар көбейе берсін. Бізде апайлардың айтқанындай немере сөйтіп қой, шөбере сөйтіп де жұқсы бола берсін. Дендеріңіз сау болсын, осылай той-тойлап жүре берейік сіздермен. Рахмет. Бәрекелді аман болыңыздар. Бір Әсемай апайға сөзді кезек берсек. Әсемай апай, мені. Рахмет айналайын, сөздеріммен. Балдарым, қыздарым, бірінші Мұхтар Әуезовтің ата-аналарына бәрін қабылдай өтті. Шу дәу жігіт болып ержетіп, ұлдарды ұяға, қыздарын қияға қондырды, дәу жігіт боласындар айна. Мына ниеттері қабыл болсын. Бұл қыздарымды ұяға қондырып, той өрелерінде тек асып болсын. Мен пирашкімді жегендерім бар, ауылдың жолда көріп қалсада балдар қоймайды ғой. Ой, апаны пирашкімді жегіп, танымаймын, көзім көрмей аға деп барып оларға. Үйде бола танымайды. Ана елінен төртке кесіп, жаяу кемеймей әйтеуір. Балдарымның кластастары, қыздарымның кластастары. Ой, апай, нағып жұрталар беріңіз бүгін дейді. Сен кім кесіп, мен өктің кластасым, шекпен кластасым, тұлғағым өктің кластасым дейді. Ой, рахмет сен деме деп атыма. Соны елі жүргенде, бір кепілдер әсінде беде өзіңді кете берем ғой дейді. Шүкір айналайын. Бірінші мектеп атқанымда Мұхтар Әуезов мектеп болды. Мен өзімді сөйлеп болғам. Сөйлеп оқығанмын, сөйлеп тұрмысқа шықтым. Сендерді күтіп алдым, бізде алдында тұрып бұрға. Енді талғай жігіт болсындар енді. Сендердің осы ұстаздарымды еске алғандарына көп мың рахмет. Дәрежеге жеткендері осы шығар. Бұда қуаныш, бақыт айналайын. Сол ұстаздардан алған тәрбиені шығарайын. Менің жаным жолдасым өте жақсы кісі еді, ешқандай жаманшылық көрмегенбіз. Мен жан жолдасымды мақтан етем, барлық мектепте Киров районы бойынша, Жетісай районы бойынша бәртіп тұрады. Бұрын теске барса, тесте шығарып жетті. Жанатар барса, жанатар алып қапты. Үйде не дейді, тес алатын болады. Сіздің басыңыз тез кете беріңіз. Деп бұрындар алып қайта жүр. Біз келгеннен кейін айтам, айнап кеп қалды, біреу ұрысып қалды ма деймін ғой. Жоқ, ұрысқан жоқпын. Шайымды бір ауғатын бердім, ақша ауғатын бердім. Келіп түсірген кейін жанат келді ғой үйге. Жүгіріп барып, әй, біздің үйде ағайын маған деп келіп қалды. Сендер енді келмей қақса жүрсіңдер дедім. Ай, сіздің үйде ағайдың басын сен тез. Басқалардан аламызды кіргізей жүріпті ғой. Оған қуаныш, мақтаныш көп. Немере шөберем бәрі грантта оқиды шүкір. Бәрі
Salavatı çok ağaylarının esi çıkar diye buldum. Kasiyeti. Özüm bırak okumasam da doğru için de sen sağlamayın. Rahmet aynalar ne diyenlerine, rahmet ne yaptım, hakikaten. Kuvveti ana oluverim. Çelikler niye canlılarını çaksa artık hakim oluverim. Sol temsilcilerine size bakalım, doylarım kabul olsun, niyetlerine rahmet. Rahmet Allah'a görürseniz. Ağabeyden özellikle nasıl talep ettiğin bölümünün nevizi var eken dostlarınıza yeniden bir kez de size bir şey başlatıp bir aşk kusura bakırsak işte. Şurada çeçelim pişirip Tamam, gelelim. Haydi şu edelim. Bu şöyle pişirip gelelim, bırakmayalım, ayağa bırakmayalım. Yerden akıllı. Hepleri geç geliyor. Bir aşk yerin ağabey gelsin. Sizlere gel. Balalı şartlarınız eski klaslar, okumuşlar, hürmetli ustazlar, biz ahlasına şöyle degen halkız, azat degen halk. Hürmetli Cezdesud'un, Yeduzluk Cezdesud'un basırasında жүрген төралқа мүшесі, ол енді осы мына жерде мынау келіп шардара мақтарал жетісай төрт аудан дейтін болсақ, сол төрт ауданның бірі Шардара ауданы, мен ал теңіздің ар жағында тұрамын. Сол жерде 1998 жылы оңтайландыру саясатына байланысты акционерлік қоғам құрылғанда сол қоғамның жаңағы қоғамның акционерлік қоғам төрағасы болған орталарыңызда мынау Ерекең отыр, Ерекең бір ауыз шақырып ереже ортаға келдіңіз, бір ауыз әңгіме өзіңізден болсын. Көксу Саққозының шекешеленген кезіндегі Қалдаш деген ағамыз төраға болған. Ал қадірлі сыныптастар, қадірлі қонақтар, апайлар, мына бүгін осы отырысымызға себепкер болған мынау ерекше қыздарымыз мектепте оқып жүргенде жуас қыздар еді, әдемі ғана. Ашылып, ұйымдастыру қабілеттері артып, мынау Ағылес Бейсенова, Зүлфия Қалыбекова деген екі қыз белсендімші. Сендер не қыласыңдар? 50 жыл толып жатыр. Бұл юбилей. Бұны ұйымдастырмайсыңдар ма? Еркек емессіңдер ма деп бір. Деген Астанадан келіп, біреу Шымкенттен келіп, екеуі бізге қамшы беріп, құдаға молодец, осылардың арқасында міне осындай ұйымдасып кетті. Аллаға шүкір, рахмет қыздарға, Аллаға мың қайтара шүкір, осындай қыздармен бірге оқығанымыз мақтаныш қылып тұрмын мен әзір. Енді мынау Молдеген айтты ғой жаңа Абайдың өлеңімен. Махаббат қызық мол жылдар деп, Әсемай апай. Сол қайда бірдеңелерді еске түсіріп жүрсе болады Молдеген. Сол бала кезде адам жүрегі кең бола ма? Дегенде анаңызға ғашық боласың, кейін жайла жүріп келе мынаңызға ғашық боласың. Осы жерде көп қыздарға мен ғашық болып ойлансам жаңа әңгімеден кейін. Ау, таяқ жемейді, жүрегі кең кісің де, мен құсағым. Ау, бірдеңе дедіңіздер ма? Гүл, ертең қорқыласың. Жеңшемнің ерні жыбырлап жатыр деймін, абайлаңыздар дейміз. Астапыра оқысын. Оқысы енді жыбырлағанмен сыртқа шығармайды оқысы. Өзі ішінен түтеп қоя салады. Адам бетін айтпайды оқысы. Рахмет айындайын көп жасаған. Аллаға мұны қайтара шүкір. Мынау Жамалайдың әкесі Мұса деген атамыз біздің әкемізбен жақсы араласып, екеуі дос болып жақсы араласып тұрды. Сол кісі біз үйге келетін еді. Келген сайын анау шайбайдың ананы әкел, мынаны әкел дейін. Соны тасып үйреміз ғой, сонда жаңа Мұса деген атамыз айтады. Ережеп, балам саған мен бір қызды қарап жүрмін дейді. Зор қыз ол қыз, мен білем, сен жоқ демейтін шығарсың дейді. Мүмкін ойбай, бұл кісіге айтайын дейді әкеміз. Ана Мұханның балдызы бар ғой, Мырзат деген. Көзім жалт ете қалдым мен. Соған әперемін мен саған дейді. Ойбай, енді баласы ғой, теріс қарап. Әперіңіз деп айтамайсың, жоқ деп айтамайсың, екі жақтан. Содан кейін жаңағы кісі үйге келсе, жүгіріп, құманды алтынан су қойып, жаңағы шай жүгір басын қой жаңағы, кейін сағынат болды болсын, әкемен алдаймын, сатам үйге деп.
Sonda жаңағы бала кезден қармансақ әкеміздің де нелесі өлең шығаратын кездері көреді, соны өлең шығарам. Асып жүрген, өзің барды екен Мырзатай, сүйгенім, кетіп қалып, өзеурек менің жүрегім деп жазған ғой мен. Өлеңгенова Мырзатай деген қызға жазған ғой. Оғыз бар ма бүгін? Білмей қалып, қай жерде екен осы? Білмей, осы көзге ілінетін қыз болса, менің алдым базарға орайды. Осы шығады. Осы тек күн бермеді ғой маған. Қайда Қайрат Тоқтатекте ажыратып алып қоятын еді мені. Тимеледі. Хорошо, енді бірақ жаңағы әңгіменің бәрі абайдың өлеңіне жүріп кетіп жатыр ғой, айналайын, кешірім сұраймын. Тағы бір талай қыздарға арналған өлеңім бар еді, оны келесі ертең тойда айтамын, айналайын, кешірім сұраймын. Мынау Әбін ағайымыз жаңа орыс тілден сабақ берді ғой. Сол Асемай апай, Әбін ағайымыз сабақ берді ғой орыс тілінен. Сол кісі жаңа өзінің қимылынан айтқан өлеңдерін, орысша өлеңдерді қимылынан білдіретін еді. Парус Авидокой, в тумане море голубом, что он ищет в стране далекой, что скинул с края родной дейтін. Арақсының сол қимылдарының арқасында. Ана балалар ненің әйтпесе көзімізді жұмып, қайғайда бірден ойлап отырасың. Арақсының қимылдары адамның өзіне назарын аударады оқушылар. Ол кісіге рахмет, жатқан жері жайып топырақ тұрқа болсын. Әрқашан Алла мынау осы жерде отырған кісілерге отбасына амандық тілеймін, дендеріне саулық тілеймін. Мынау класстастарға, класстас қыздарға, мынау күйеу балаларға Алла қуат беріп, жаңағы үлкен жақсы тілектер айтылды ғой, 70 жылдық, біреулер 90 жылдық, бір кісілер 100 жылдық дей жіберді. Алла қабыл етсін, сол 100 жылдықтарда сіздермен кетесіп, іс жаққа кетіп қалмай, бізбен бірге жүріңіздер енді, құрметті апайлар. Тек жақсылықта жолдар. Еш уақытта жаманшылық көрмеңіздер. Осы перзенттердің немере шөбере қысым көруді Алла жазсын. Сіздермен бірге тек тойда жол бар. Рахмет ереке, көп жасаңыз, қаракен. Енді ертеңге қалсын әңгіме өзі солай болады, кездесу болған екен, ағыл тегі бір ішіндегі жансырын ақтарғысы келеді. Не айтасыз, өлең оқисыз ба? Болды, отырыңыз. Без сізге, берге. Ана, Абайды өлеңін қайта оқып беремін. Махаббат қызым болсындар деп өлеңін. Бір қуанып қалды өзі оққаны. Енді битей қадірлі көпшілік мынау пайғамбарда күйеуін сыйлаған деген, сол айтқанда мынау Қазығұрттың қойнауынан келіп отырған бір күйеу баламыз бар екен. Сәкен Сейітжан күйеу болса. Сәке барсыз ба? Бір-екі әңгіме айтып кетсеңіз. Жан күйеу боларынан. Ең басында күйеулердің бір ішінде бір күйеу деген алып бір қысықтау қалып болады. Басқалардың бәріне айтыңыз. Сіздердің аттарыңызды мен сөйледім. Ассалаумағалейкум. Жауап отқандарыңызға көптен сәлем. Айтып жатыр ғой бағанадан бері. Өте жақсы сөздер болып жатыр. Өте жақсы әңгіме болып жатыр. Бәріне қосыламыз. Мынау жұптары жазылмасын. Жұптары жазылмасын. Денсаулықтары мықты болып, аман есен жүре берсін. Немерелері шөберелі болып, біреуін көтеріп, біреуін неғылып жүре берсін. Аманшылық болсын. Тойда кездесейік, жақсылықта кездесейік. Рахмет, Сәке, көп жасаңыз. Әйтеуір қайын жұртқа барып, адам бұрын көрмейді демей, көңіліңіз көтеріп көпарыңыз ерексің. Рахмет. Ал қадірлі көпшілік әр нәрсенің өзінің қорытындысы болады, мына өзі ас қой міне деген менде. Қазір сөздің қорытынды сөз осы ұйымдастыру алқасына берген отырмын, қадірлі ағайын. Бәрінен де бір мынау, сол енді Абайдың сөзі ғой, адамзат барлықта қаймықты болмасы жаңа айтып отырмыз ғой, Құран тек өмірден өткен бергені, сол айтқандай, бүгінгі оқып жатқан дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Өмірден өткендердің қаншама аттарын айтып әруағын тербеп жатсыздар. Барлығын игілікті өнеген іс-шара көрсетіп жатсыздар, қадірлі көпшілік. Сіздердің іздеріңізбен біз де келе жатырмыз.
Сіздердің елу жыл болса, бізге 48 жыл болды, 2 жылдан кейін бізде 50 жыл тойлап бізге нәсіп етсін. Сіздердің аттарыңыздан шапқылап жүре берейік, қадірлі ағайын. Ал енді мынау бүгінгі осы асты ұйымдастырып, жалпы бүгінгі асты ертеңгі тойлы армығы Шардарадағы жағажайдағы іс-шаралар ұйымдастырып жүрген осы ортада төралқаның бас мүшесінде Шымкентбай ағамыз бар. Шәкең Шардарадан келіп отырған. Осы жерде бітірсе де, Шардарада жүрсе де жүрегі осы сіздерде соққан азаматтың бірі. Сендер бала сізді ортаға келсеңіз, Шәке ортаға келдіңіздер. Бір-екі ауыз қорытынды әңгіме айтыңыздар, содан кейін ал бейінді бата сұрап Құранға кезек. Сәке келіңіз. Бер баласы алдынан бәрін. Болды. Шымкентте сенің ғой, Шымкентте сөйлейді, мен таратамын, мен қызметте қадам. Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар ма, құрметті бүгінгі асқа жиналған қауым, көпшілік кластастар. Бүгін бұл елжылдық кездесуіміздің басы облыста аштан бастады. Біздер оқыған ағайларымызға, апайларымызға, біздің бірге оқыған кластастарымыз, өмірден өткен кластастарымызға енді ол кісілер ардақты әке, ардақты ана, мейірімді жар, парасатты жандар еді. Ол кісілер енді өздерінің керемет шағында сүйікті әке, сүйікті ана болған, өздерінің өскен ұл-қыздарына қорған, отбасына қорған, сүйікті ұл-қыздарына қорғаны болды, мейірімді ана әке болды. Одан енді мәңгілік сапарға аттанды. Ол кісілердің жылы жүздері, сабырлы қалпы, елгезек мінездері біздің көңілімізде, біздің жүректерімізде мәңгі сақталады. Енді құрметті бүгінгі осыға асқа жиналған көпшілік, сіздерге мына апайларыңыз, мына үлкен кісілер, жеңгелеріміз отыр, мынау ақсақалдар, ағаларымыз отыр, сіздерге үлкен рахмет. Айтқан жақсы лебіздеріңізге, тілектеріңізге үлкен рахмет. Барлығы әйтеуір Алла жар болсын, деніміз сау болсын, басымыз аман болсын. Барлығымыз әйтеуір осы жақсылықта сіздермен біздер қауыша берейік. Деніміз сау болсын, басымыз аман болсын. Рахмет, Шәке, көбірсеңіз. Басаке не дейсіз, Басаке? Қызға, отыра беріп Шәке, рахмет. Қызға сөзіңіз өтті ма? Тоққа білмесін әйтеуір. Өте сөзіңіз? Достар алқасында екі апайға сөздің кезегін берейік енді. Мінекей, бұл кісілер жаңағы жөн жоралып қой, бұл да жаңағы асқа байланысты беріп жатқан сый-сияпаттарды мынау. Алдыңыздар, Құдайға шүкір. Бұл енді біздің халқымыздағы дәстүр болып қалған десеге. Жауыз әңгіме айтады соны. Сен мектепте ішінде оқымаған мен сәт сабақтарды. Ал енді құрметті ағалар, көріп отырған бүкілдер, қош келіпсіздер, құрметті апайлар, біздің класс жетекшіміздің жұбайы Қамырзай жеңше, қош келіпсіздер. Арамыздан өткен мінекей мынау класстас ұлымыздың мінекей жарлары, рахмет сіздерге сөзімізді қалдырмастан келгендеріңізге. Адет бағаннан бір жақсы, тілектер жақсы, сөздің бәрі айтылып жатыр. Құдай қаласа соның бәрі Алла тағаланың періштенің құлағына салына берсін. Адеті мынау арадан өткен жаңағы 5 бала 3 қыз екен. Ол құрдастарымыздың, құрбыларымыздың жатқан жері жайлы болсын, торпағы торға болсын. Әлемді бәрінің артында жақсы ұрпақтары қалды. Құдай қаласа сол көрермен жатқан қызықтарын осы дүниеде сол арттағы жарына, туған туысқандарына, перзенттеріне көрсетсін, көрермен
жақсы қыздарын. Мінекей дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Иә, бұл енді 50 жыл дегеннің өзінде бір жігіттің өмірі былай қарап отырсаңыздар. Азанда менен сұрайды көршілерім, базармен сөйлесіп отырсам, сәке кеше үйіңізде кішкентай кішігірім той болды ғой деп. Сонда мен айттым, менің мектеп бітіргеніне 50 жыл болыпты десем, көршілерім таңғалады. 50 жыл өтіп кетті, сонда сіз қаншаға келдіңіз деп. Содан кейін мен оған айттым, мен неше жасымда мектепті бітірдім, соны қосылса 50 дедім да, сонда жасы қанша екенін білесіз деп. Сонда 67-ге келіппіз ғой я. Мінекей, Құда қалса енді қалған кәрі қойдың жасындай жасын қалып дегенде, азғантай ғана жасыңыз қалды Құда қаласа, сол жасыңызды өстіп, ойнап біліп сізді десіп, осындай үлкен дастарханның басында кездесіп жүре берейік. Жиған тергендеріңіз жақсылық қабылсын. Ниеттеріңіз, бәріміздің ниеттеріміз қабыл, мұраттарымыз ашыл болсын. Дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Ал енді менің қасымда мінекей мынау осы алқабилердің ішінде Ақылес. Сонымен бұның тұрған жері бір адам басталады, Ақтау, Алматы, Астана, бірақ қайып тұрады білмейміз точно. Бәрі адам басталады. Осыған рахмет. Одан кейін жолда келе жатқан Қазығұрттан Зүлбиян тауы бапты. Осы екеуі келіп өз бастарма жасап, мінекей, осындай отыршысайық, елі жылып қапты деп. Сонымен біз ауылдағы жігіттер жиналып, давай дедікті, сөйлестік, енді бас қосып отырған жайымыз бар. Ал енді осы екі кәрі қызға береміз, Құда қаласа ұйымдастырушы, осы кісілерін де қорытындайды. Ал Зүлбия Жанайнова, сен киелі Қазығұрттан келгесін, саған бермесек, аузы басымыз қисай қалады. Әдеме деп айтты сөзді. Рахмет. Құрметті кластастар, қыздар, жігіттер, мынау үлкен қария ақсақалдар, күйеу балдар, бүгінгі мынау керемет деп біздің 50 жылдығымызға келіп отқандарыңызға қош келіпсіздер. Иә, біз 38 жылдықта бір кездескен едік. Ол кезде марқұм Ишанғазы бар еді, кластасымыз өмірден өтіп кетті. Одан кейін әйтеуір бір-бірімізбенен біраз хабарласып жүрдік. Одан былтырғы жаңа жылда осы Ақылес жігіттермен келіп, осы 40 жылдықта кездесіп, осындай өткізсе қалай болады деген, сол жерде отырып әйтеуір бір-бірімізді сайлап, содан бері бір жылдан бері біздің дайындалғанымыз осы енді. Келеміз, кетеміз, ана жерді көреміз, мына жерді көреміз, анамен хабарласамыз, мынамен хабарласамыз. Сөйтіп жүріп бүгін Құдайға шүкір, мыңдағы тоға бүгін осы күнге жеттік. Барлықтарыңызға рахмет. Міне жаңағы Әсекең айтып отыр ғой, Әсекең менің құдағиым. Қыз қартайса 4 күнге құдағи болады дейді ғой. Сол сияқты бір балама Әсекең бір қызын ағам, сол өткенде өвін көкем жоқ қой, оның орнына Әсекеңді шақырайық, талай пирожки жеген едік деп, сонымен болды деп жігіттер мақұлдады. Сәуле апай өзіміздің бұрынғы Сәуле апайымыз. Енді келіп отыр, рахмет сіздерге де. Кеңес аға енді біздің класс жетекшіміз. Қамажай апай, сізге де рахмет, міне келіп отырсыздар. Енді Жанат менің өзім туған жеңгем, екінші ағам жеңгесі. Өткенде кімнің мен өзім жеңгем, Әбен көкемнің несі, келіншегі. Өткенде Жамалай мен Гүлбақыр айтады, ай Жанат апай бар ғой, Жанат апайды мен сабақ берген көрген жоқпын деп қоямын мен өзім. Сөйтсем Әбен ағай жоқ кезде сабақ берген екен. Сөйтіп шақырдық ол кісінде. Иә, мына енді құрметті кластастар, бәріміз бауыр болып кеттік, туысқан болып кеттік. Міне кереметтей сіздердің де арқаларыңызда осындай бір ауыздан мақұл өткізейік деп жатқан мынау жігіттердің, келіндерге де рахмет. Әйтеуір бізді күтіп алады, 7 сайға келсек. Шауып күтіп алып, ананы көріп, мынаны көріп, әйтеуір сонда ана жақта Шымкент пайда хабарласып тұрды. Барлықтарыңызға да рахмет. Міне бүгін бастамасы жаман емес қой. Ертең Құда қаласа жаңағы Берсей ма? Берсей деген жерде, Берсал деген жерде кешке тойда кездесейік. Одан кейін Шардарада Құда қаласа бәрі жақсы болып өтсін. Құда қаласа деніміз сау болсын, амандықта жақсылықтар жолға берейік. Бір-бірімізбен осыдан кейін хабарласып тұрайық. Амандық, жақсылық болсын, қыздар, жігіттер. Қош көрдік.
Mına жерде енді біз екеумізді көбірек мақтап жүріп жатсыздар. Енді бұл жерде бір адам мың адам үшін, мың адам бір адам үшін деген қағида бар. Бәрі мына жігіттердің арқасында, келіндердің арқасында осы жерде келіп отырған апайларымыз, ағайларымыздың жұбайлары, мына құрбы қыздарымыз, кластастарымыз, мына жақта міне жасы үлкен қария аталарымыз, ағаларымыз отыр. Сіздерге мына алғыс. Басым деймін. Енді міне біздің міне арамыздан кетіп қалған қыз жігіттеріміз бар. Міне солардың әруағы риза болсын деп бірінші осы бейсенбі күнін соларға атайық деп құран бағыштап атқан неміз бар. Бұл жерде енді жатқан жерлері жайлы болсын, бар уақытта тек артында қалған ұрпақтар аман болсын. Үйлерінде шаңырақтарында әрдайым той болсын. Тойларына барайық. Осы отырған осы жердегі келіндер, қыздар, күйеулер, мына кластас ұлдар, мына ағалар шаңырақтарына әрдайым той деп барайық. Рахмет біздерді сыйлап келіп отқандарыңызға. Әрдайым еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Одан да кейінгі кездесулерде бас қосып отыра берейік. Бұл жерде айтылатын сөзге енді уақытта алмайын деп, бұл өзі ас қосады. Сөйтіп сөзімді түйіндейін деп тұрмын. Сіздерден мына алғыс. Осындай кең дастарханда кездесе берейік. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, тек көргендеріңіз той болсын. Тойда кездесейік бәрімізде. Мына отырған біздің қапталымыздағы енді 4 жігітіміз бар. Базекең, Шекетбай, Сейіткәрім, Ережеп, Қайрет бар, Қайрат, Бақкелді бар, бәріне рахмет. Сіздердің тек шаңырақтарға той деп келейік. Сіздердің арқаларыңызда Зүлпі екеумізді аяғымыз жерге тигізбей алып жүргендеріңізге мың алғыс. Жастарымыз 100-ге жетсін. Рахмет, осы келгендеріңізге де рахмет. Ағылес Асияңды қосқын кеп тұрай. Асияңды еңбек көреді. Бір кеп ода үлкен пленум жасап, жиналыс жасап, бір амарчағы съезге айландырып жүрген жағдай. Асия бір ау сөйлесе. Ақтауға келдің ғой сен де осы үшін. Кім сөйледі? Жиналыс істеген сен ғой бірінші кеп бізге. Бір ау сөз айтшы қоймақ. Орысша айтсан да мақ. Қымбатты көпшілік қауым, енді мен Маңғыстаудан бір өзім келіп отырмын. Ишанғазы деген кластасым бар еді. Алдынан жарылғасын, оның семьясынан ешкім келе алмай қалды. Ал ағайлар осы бүгінгі осы мерекеге қатысып отырған үлкен кісілер барлықтарыңыз, жастарыңыз ұзақ болсын, денелеріңіз сау болсын. Кластастарым, қымбатты достарым, бәріңізге денсаулық, үлкен отбасыларыңызға аманшылық тілеймін. Сау болыңыз енді. Мен енді сол Маңғыстаудан 362 әулие деп атады ғой. Енді соны. 362 әулие деп атады ғой. Сояқын сөйлеп атсың ба? Ой, рахмет, не деген әңгіме мынау? Ертелік айтпайсың ба? Ертелік сөз бөлінген қойды. Рахмет бәрекелді. 362 әулие. Bazıları 360 әулие деп жатады, 362 әулие. Бекет атаның басмай тұрып алдымен Шопан атаға бару керек. Шопан атаға бармай тұрып Бахадыр әулиеге бару керек. Бахадыр әулиеге соқпай, маған келмеді екен Шопан ата. Бекет ата айтады екен, Шопан атаға соқпай, маған келмеді. Үшеуі бір-бірімен сабақта жатқан дүниемен. Жақында ғана барып зиярат қылып қайттым. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, қадірлі көпшілік. Дүниеге келгеннен соң сапарланып, туын сол жолменен қашанданып, тастасып жүргендерде ертелі-кеш аяғын үзеңгіге артар барып, бөлінбей бәйгеде кете барар, бір жіпке ажал деген арқанды алып, жауыңнан бұрын барып жайғасарсың, оқтап қой жүргенінде атарғанып, тірлікте сыйласпаған есабазда жатады бір қорымға қатар барып деген қадірлі. Сол үшін де бір аздан дәмі 5 күнде жалғанда сыйластыққа, сіз біздікке еш нәрсе жетпейді қадірлі көпшілік. Үлкеніміз бар, кішіміз бар, осында отырған мінеке қадірлі ағайын. Күлкідірді күйлегімен жүріп бір-бірімізді бір болмаш нәрсе көкпелеп қалсақ, бірімізден біріміз бар, кешірім сұрап, Алланың нұры екі есе жауады деген сөз бар.
Сол айтқандай, мінекей бастарыңыздың қосылып келіп отырып, бір игілікті тірлік жасап отырсыздар. Өмірден өткен мұғалімдерге, ұстаздарға, әлемнің жетінші ұстаз атанған Әл-Фараби атамызға шәкірттер сұраған екен дейді. Егер Аристотель тіріліп келгенде сіздің деңгейіңіз қандай болар еді содан деп. Сонда күліп отырып Әл-Фараби айтқан екен, мен оның шәкірті болуға ғана жараймын деп. Міне бұның өзі ұстазға деген құрмет. Сол базылардан, бабалардан қалған құрмет мына ұстаздарға деген сіздердің бойларыңызда бар екен. Мыңға айтара шүкірлік. Bir жағадан бас шығарып, бір жерінен қол шығарып, ауыл болсаң, қауым бол, бірі болған болсаң, бірі бұған бол да мінекей бүгінгі өтіп жатқан астарыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын, қадірлі ағайын. Елдің аумин деп асағандардан бата сұрап, құранға кезек берсе қадірлі болсын. Мінекей. Жәке аумин. Рахмет айтайын. Қыздарға берсек. Жаңа айналайын көпшілігіңізге рахмет. Мынау елімізді көрсетіп отырған жігіттерге айналайын рахмет. Осылай ауызбірлік қылып, жаңағы қыздар жан-жақтан келіп, осыны ұйымдастырып отырғандарына үлкен рахмет. Оның ішінде мына қазіргі Кореяда мені шақырып рахмет айналайын. Енді осылай бір жерде söz vermedim, жаңағы құлыма жоқ сөз білмеймін, менен алтын сөйлегендерге де қосыламын, менен кейін сөйлегендерге де қосыламын, бәрі жақсы сөз айтады, сөйткен екен. Соғысы жаңағы айттым тәрбін айналайын. Енді ауызбірліктерін жалғаса берсін. Сұрақ болса, Әнді отбасыларында тек қуаныш, жақсылық, тойлар болсын. Небері, шөбірі сүйіп, бірін жетектеп, бірін көтеріп, жаңағы келіндерменен сөйтіп, жақсы ұзақ өмір жасап, 100-ден аса беріңдер. Бір 100 тұлықтарыңыз жасаңдар енді қаласа. Басқа не дейміз? Мына мемлекетімізге тыныштық берсін Алла, елімізге топшылық. Міне осының бәрі осы тыныштықтың арқасы. Мына ойнап күліп жүргендеріміз. Барлықтарына мыңдан рахмет айтыңыз. Аумин. Ағайында тіршкарыңызда көшіп қоймады ма? Сізге бар. Қош. Бір. Бәрі. Атырауымыз көбірек болсын. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده الرحمن وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم بلغ ثواب ما خلقنا الوسيلة إلى روح سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم إلى روح أولاد سوا أجمعين اللهم اغفر لنا والوالدي والأستاذية ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع درجات منذ البركات خاضع الحاجات والحسنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا الله يا الله rahmusmet mecoktan bargan konserin alamiga sıramallah. Bir özüne jalına, bir özüne sıyına, bir özüne huzurda, bir özüne gettiğimiz. Kıyamet gününün emrisinde özünsün ya Allah. Biz nimetine böyle turalığına baskar kaçtın. Ya Allah kulum de geçin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim de geçin. Ey Allah kırbedelerimiz, mir, şafaatın yılda didarını nasip et geçsin. Allah bilip bilmeyi isteyen başka günahlarımızda, ata analarımızın başka günahlarını geçirip, kıyamet günü mahşer meydanında fazla karama, mir, şafaatı ben arşınızdan cay bir geçsin Allah. Ya Allah din İslam'a kuvvet vergesin ya Allah, asımızga bereket vergesin ya Allah, başımızga bereket vergesin. Yenge sok yerke şoför vergesin. Ya salihı peçentler vergesin ya Allah. Elimde bilimde geçsin, sanalı sezimde geçsin, meyili şefaatini geçsin. Ama sakla özün abra vergesin, özünün hak yoluna bakar geçsin. Ya Allah kabr azabına, nar azabına özün ama sakla geçsin. Sırat köprüne şermende alma geçsin. Muhammedarga şafat geçsin, zalimlerga sabı tavuk vergesin. Ya Allah şeytanın şahrını, fatçanın kahrını sakla geçsin. Jal kalkan tuvarsı bereke amaçlık kılıyor. Жақсылық nasip et. Ya Allah üydemizde, tüzdemizde mağıl Allah bergen berekesin ver. Ya Allah bu nede jığan bu nede iman olsun karbandamız. Özünün Rahman Rahim'e alakasın. Ya Allah özünün Rahman Rahim'e alakasın. Ya Allah özünün Rahman Rahim'e alakasın. Ya Allah bu okuyan Kur'an'ımızın başa katının son geldiğinde kabul et geçsin. Buna istevatkan kayıt esadarını sahabları nasip et geçsin. Şöyle kula Allah intibaklarını versin, baslarına bereke versin. Buna ötkendirge kula iman verip ahiret abad olsun. Buna verdi çok sizlerin bayağı gözlerin ustazlarınız var, klastaslarınız var. Sonra Kur'an bağışlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Evvel ustazlıkta ustazla başlayın. Ya ustaz var. Siz de terbiyeyle dost dinliyor, yazmıyor, tanıtlar. Bismillahirrahmanirrahim. Muğalımlar. Saldazlar ola kengeş.
Мәдинеұлы Айса, Сермағазұлы Дәулетбай, Бекжанұлы Әбін. Енді өздеріңіз кластастарыңыз. Сәрсенбайұлы Әлі Әсіл. Ошимов Атақұл қап кетті ғой. Аспан. Бар. Айта бер. Сәрсенбайұлы Әсіл. Осбайұлы Ешенғазы. Есенбайұлы Оңылбай. Қантөріұлы Сырлыбай. Атақұлұлы Аман. Әбіт қызы Құттығыз. Махамбет қызы Аманкүл. Махамбет қызы? Мамахан. Мамахан қызы, Аманкүл. Мамахан қызы, Аманкүл. Қадырқұл қызы Гүлжира. Міне осы кісілерге нәсіп ет, өтпей жетпей жатқан жер Құран нұрын нұрландырып, ақырет абат қылып. Қошымұлы Атақұл ағайымыз ақ кетті. Айтыңыз. Қошымұлы Атақұл. Қошымұлы Атақұл. Мен жазылмағанда Әкесі аты? ұстазымыз Қошым. Қосымұлы Атақұлға нәсіп етсін. Міне Алла қабыл көрсін айналайын. Пәндешілік қой барлығы. Алла кешірсін Алла. Міне енді осы дуа тілектер қабыл болсын, Құда қаласында қайыр қасан дәмдер yakında қабыл етіп, аспанымыз ашық заманы тыныш болып, тек қана осындай жақсылықтарда бас қосу нәсіп етсін. Я Алла өзің рахман әпші отырмай алқағашын. Я Алла өзің рахман әпші отырмай алқағашын. Ya Allah özünü Rahman, Rahim vatandan. Dua dilek yap kabul et amin. Allahu Akbar. Aman babamdan жақсы рахмет. Жолдарыңыз болсын жақсы. Бүгінгі мына көптен күткен кездесулеріміздің қарсаңында дүниеге келіп жатқан, үнделеп, кең дүние есігін ашып емделемін деп жатқан бір кластастарыңыз бар екен, ол мінекей Шардарадан келіп отырған Шымкентбай ағамыз бір қошеметтеп қойсаңыздар, шәке бір орныңыздан тұрып, көпшілікке орын жасаңыз. Рахмет, бәрекелді. Көңілді тербеп, қоңыр күй сазды асқаған, асулар жатыр, алдында талай аспаған, туған күн деген Айтолы мейрам үйіне шақыртусыздар келе беретін достарым деген. Сол айтқандай шақыртусыздар үйіне достарым келе береді. Шәке, туылған күніңіз құтты болсын, бір орыннан көпшілікте көрдіңіз. Сіздің құрметіңізге арнайы алынған екен, торт алынған екен, сізге бір құрметтеп шапан алынған екен, мінекей еңбегіңізге қарай. Кәне бір қошеметтеп қойса қадірлерді, сеттеріңіз бер, жақсылап. Бәрекелді. Бәрекелді. Алдымен шапанды кезден сәкен алдымен қалпақты кезді. Ол да бір шығыр. Міне. Мынау тамақ таратқанда бірінші анам қонақтардың алдында баста келеді, баста кейін барып тамаққа қотып береді ғой. Сол сияқты бірінші басты еліп бас киім кигіздік. Енді анау құрметті кластастар, құрдастар, бір айта кететін нәрсе бар. Мына көпшілік болған сайын біз жаңылыспыз. Шымкентте сен жақсылап естіп ал. Той көршілік демекші, Құдай көршілік. Біздің мына Шымкентбайға деп әдейі алынған шапанымыз шалдарға кетіп қапты. Сөйтіп, ол кімге бергенін білемін, жаңа айтып жібердім. Содан барып шапанды алып кел. Ұят жоқ, біз ұялмаймыз, мырза. Сөйтеміз да, мына шапанды орнына апарып бересіңіз. Шымкентбай екі шапан. Шешіп беріп қайда. Лады, күлмей айтшы, күлмейсің. Мен ұят болады. Айтты ғой, жаңыз ұялмаймыз деп. Ұялынан өтіп кетті ғой, болды. Асы олмай ғой, Шардар ауданынан жалғыз үзілген ғой. Енді айналайын Шымкентбай жан, туылған күнің құтты болсын. Мына жерде бәрі айтады да, туған күн деп, еркекке де туған күн дейді ғой. Әйелдерге де туған күн дейді да. Байықтар қайтып болады деймін да. Онда туылған күн деп айтайық деймін да. Сондықтан Шымкентбай айналайын туылған күнің құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын, денің сау болсын. Алланың берген жасын жасап, мынау Алланың берген перзенттерінің алдында, немерелерінің алдында терең қартаюды Алла тағала нәсіп етсін. Өстіп, ойнап күліп, сіз бізде жүре берейік. Мақұл ма? Мақұл. Мақұл деді, Құдаған жүре берсін. Енді аланда
Біреулер айтады, жасыңыз 100-ге жетсін деп. Сонда мен айтамын, ал мен жасымның 100-ге жету үйдегі бар келіннен сұра деп. Сол айтқанда енді оның келін айтады енді қанша жасасында. Бірақ Алланың берген жасын жасап, ойнап арамызда өстіп, сіздер жүре беретін Алла тағалам нәсіп етсін. Деніңіз сау, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Сіздер де аман болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Бауырын асаба жолыңыз. Мына тортты аямай жеңіздер тортты. Рахмет. Шәке, өзіңізде бір ырзалығыңызды айтып жіберіңіз көпшілікке. Ырзалығыңызды айтып жіберіңіз. Ал құрметті класстастар, мынау ескеріп, бүгін жаңағы мынау жылы лебіздеріңізге, мынау құттықтауларыңызға барлығына үлкен рахмет. Сіздерге де осындай жақсы тойлар тілеймін. Үйлеріңізде той болсын, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар, бәріміз аман болайық. Мынау 50 жылдық жаңағы бас қосуымыз жалғасын Құда қаласа ертеңде арғынды табады, жақсылап өткізіп, одан кейін жақсылап демалып, арқылы жаңағы хабарласып тұрайық. Аман болыңыздар. Үлкен рахмет сіздерге. Рахмет шәке. Жайғасып отыра беріңіз орындарыңызға.